осы алаяқтарға алданып қалған жандар болса, арнайы маманның бүгінгі кеңесін бірге тыңдасақ, біздің тікелей байланыстан ажырамауларыңызды өтінеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ару Токстың кезекті шығарылымы. Былай қарап отырсаңыз, қазір барлығы дамыған деп жатырмыз, енді мынау заманға сай цифрландыру деп жаппай енді жасанды интеллектте біздің кез келген саламызға еніп жатыр ғой. Шыны керек, бірақ осы тұста жеке біздің дербес деректеріміздің жиі ұрланатынына көзіміз жетіп отыр. Түрлі оқиғалар бар, алаяқтық жолдармен түрлі тәсілдер. Енді қазір соңғы тәсілдерін енді тарқатып кейін айта береміз, бірақ жалпы өте жиілеп кетті. Осыдан қалай қорғану керек? Не істейміз ең бірінші? Сондай бір оқиғаға тап болсақ деген сияқты сұрақтар көп. Қазір мына цифрландыру заманы деп жатырмыз, дамып жатырмыз, бірақ десек те соның өзінде де енді мысалы қарттар бар, үйлер бар, мысалы отбасылар қарттар алданып қалып жатады кейде. Енді жастар кейбір енді былай үйінде отырмай, мысалы жұмыста жүрген, оның ішінде енді түрлі салада бар, естіп біліп жатқан адамдар, әрине олар енді біліп алданбауға тырысады. Бірақ десек те өзіміздің жанымыздағы әріптестер екен деп қабылдап қалып, сондай алаяқтарға алданып жатқан кездеріміз бар. Мысалы ше, мен өзімнің басымнан мынадай бір жағдай өтті, қыздар, енді осы мүмкіндікті пайдаланып айта отырайын. Осыдан 1-2 жыл бұрын, мысалы біздің жаңағы Таня деген әріптесіміз бар, өздеріңіз де білесіздер, біздің хабар арнасында жасайды. Сол бір күні маған Таня хабарласады, Алиюш, осы бірінші біліп алайын деп жатырмын, шынымен сен бе, сен емес пе депті, саған ақша керек болып жатыр ма деп маған. Мен қалай сонда деп едім, сенің атыңнан телеграм парақшасынан маған жазды атымды, кәдімгідей Таня, Татьяна, Таня деп, сәлем, енді орыс тілінде айтқан, мен қазақша айта берейін, менен қарызға ақша сұрады. Қатты қиналып тұрым, өтінем, көмектесіп жіберші, қайтарып берем деп айтты дейді. Сосын қанша керек болып тұр деп басында енді сендім дейді. Сосын бір кезде маған 400 000 теңге керек болып тұр деп телеграм парақшасынан жаңағы сенің суретіңді қойып қойған. Мен енді шынымен сендім дейді, енді ойлаған жоқпын. Одан кейін 400 000 дегеннен кейін менде бір ой келді. 400 000, Алия неге менен сұрап жатыр, мысалы деп. Енді күнде көріп біліп жүрген адам, жақын араласып, досым, құрбым болса, қаншама айналасында адамдар бар, неге менен сұрап жатыр деген ой туындады. Содан кейін ойландым дейді. Міне ол журналист, тектен журналист болмайды ғой. Мысалы сол өзі маман болғаннан кейін естіп біліп, сол жайында айтып жүргеннен кейін, білейін қоңырау шалып деп ойладым. Шынымен сен бе деп. Содан маған звондаған, қоңырау шалып, мен айттым, жоқ, мүлдем ондай болған жоқ. Сонымен маған тез арада өзімнің парақшама жазуға тура келді. Менің атымнан сөйтіп едім, ар жағында тағы бірнеше адам маған жазды. Бізден де сұрады, осындай үлкен сома сұрапты, мысалы көлемде. Енді тура осындай жағдай, Алия ханым, тура бізде де болды. Енді сіздің редакция бөлек болғанмен, біздің редакция басқа, бірақ бәріміз бір қазмедиа орталығында отырамыз, қарап отырсақ, әріптестер сол арасында болатын жиі жағдай сияқты. Тура осылай біздің жаңалықтар қызметінен өзіміздің әріптесіміз, редактор апайымыздан сондай хат келді бір күні. Осындай деп, енді бұл жерде бір қызығы, әдетте көбінесе Ресей азаматтары осындай алаяқтыққа барып жатады дейді. Ол Ресей, енді орыс тілінде емес, кәдімгі біздің қазақ тілінде қазақша шрифт қолданып, былайша айтқанда сендіретіндей жағдайда хатты жолдайды. Сіз айтқандай қарыз сұрайды, белгілі бір соманы, осындай жағдай болып жатыр. Зарплата түскенге дейін бізге бере тұрсаңыз деп өзінің карточка номерін жіберіп бірден. Сол сәтте ол жерде де сол апайымыздың аты жөні көрсетілген. Енді былай қарап отырсаң, сенетіндей жағдай. Содан бәріміз бірден жаңағы жібере қоймақшы болдық, бірақ сол сәтте бізде жаңағы ортақ чат құрылған, сол жаңалықтар қызметінде барлығы бірден ескерте бастады. Жалпы осы апайымыздан сондай бір өтірік хабарламалар келіп жатыр, оның бәрі жалған, сенбеңіздер деп. Сол сәтті көріп, қайта дер кезінде үлгердік. Бірақ үлгермейтіндей жағдайлар көп қой, талай сумаларды солай жіберіп жатыр адамдар, мысалы. Өткенде өзімізде жаңалықтардан бердік қой, мысалы. Жағдайлар көп, қарт кісі, үлкен апай бірнеше шынымен үлкен көлемде шынымен алданып қалған. Барлық жиған тергенін алып кеткен, мысалы алаяқтар.
былай қарасаң енді оны енді қайтара ала ма қайтара алмай ма екі талай, бірақ дегенмен де осындай жағдайлар әрине орын алып жатады. Иә, ол әркімнің басында болуы мүмкін. 14-14-тен келіп жатады, кейде шынымен сенетіндейсің. Иә, расында қыздар өткенде мен көлігімді сатқанмын, машинамды ауыстырсам ба деп. Сөйтіп қомақты сома түсті менің жеке шотыма. Сол ақша түскен бойда бір 10 шақты неше түрлі нөмірден, оның ішінде шетелдік нөмірлер де бар, барлығы хабарласып маған мазамды алды. Бір жағынан қорқынышты, себебі олар біздің жеке шотымыздағы, яғни біздің банк шотымыздағы ақшаның қозғалысын көріп отыр ғой. Ақша түскенін көріп отыр. Қайдан көріп отыр мысалы? Көрдіңіз, сонда не деді хабарласып? Хабарласып, біз ана жақтан хабарласып тұрмыз, біз мына жақтан сізге код келді, соны айтып жіберіңіз, мындай сілтемеге өтіңіз деп. Неше түрлі солай маған шықты. Маған қорқынышты болды, себебі енді оны мен білем, менің жанұям біледі, басқа ешкім білмейді ол ақпарат жайлы, мысалы. Енді жеке дерек шынымен де түрлі нәрсені күтуге болады осыдан кейін. Иә, осындай жағдайлар орын алып жатыр, оны өзіміз де көріп жүрміз. Сондықтан, қадірлі оқырман, сіздердің бастарыңыздан да осындай өтіп жатса, бір сұрақтар туындап жатса, міндетті түрде бізге мына парақшаға жаза отырыңыз. Қазір бізге осы ортамызға арнайы маман қосылады. Сол маманнан өзіміздің осындай өзекті деген сұрақтарымызды жауап алып, сіздерге барлығын жолдап отырсақ. Сіздер де қойып отырыңыздар, міндетті түрде ол маманға қоямыз. Жақсы, бүгінгі біздің қонағымыз Ішкі істер министрлігі киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаментінің басқарма бастығы Бейбіт Қайратұлы Біржанов. Бейбіт мырза, жайғасыңыз, жақсылап. Бүгін осындай біздің жобамызға қонақ болып келіп жатырсыз. Жағынан енді бұл енді бір қозғап отырғанымыз өзекті мәселе, ол кім үшін де, сондықтан сіздерге де ол өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені халықтың қауіпсіздігін күзетіп, жалпы осындай оқиғалар болмасын деп, өздерін алдын алу мақсатында насихат жұмыстарын жүргізіп, енді біріңіз үлгеріп жатсаңыз, біріңіз үлгермей жатырсыз. Сондықтан біздің осы Арутокс бағдарламасын, яғни жобасын пайдаланып, өзіңіздің кеңесіңізді берсеңіз. Көрдіңіз ғой, жаңа осы отырған, былай қарасаңыз, бір табан жақын жүрген адамдарымыз, осының барлығын ақпарат саласындамыз, иә? Сондықтан да біздің өзіміз алданып қалуға сәл ғана қалып тұрмыз, иә? Сондықтан да енді осы жерде, мысалы, жаңа менің басымнан өткен жағдай бар, сағыныш бар, Мақпалдың жаңа көрдіңіз, соның барлығын егер естіп отырсаңыз, осындай жағдайда осындай алаяқтыққа алданбау үшін қазір түрлі тәсілдермен шығып жатыр. Біреуімен күресіп жатсаңыздар, екінші түрі пайда болып жатыр, иә? Үлгере алмайсың. Түрлі заман деген өте тез дамып жатыр. Оның ішінде мынау енді цифровизация деп жатырмыз, цифрландыру барынша осыған көшуіміз керек деп жатырмыз, бірақ оның екінші жағы да бар. Сондықтан өзіңіз бүгін пікіріңізді айтып, кеңесіңізді беріп, мына отырған, көріп отырған халыққа, оқырмандарға Әлия ханым, заман өзгеруде, заман ағымы, талап қазір басқа, сондықтан да біздің жаңа конституцияға өзгертулер енгізілді. Оны жаңа деп толық айтуға болады, себебі ол 84% өзгертілді. Яғни 21-ші бапта дербес деректерді сақтау туралы норма енгізіледі екен. Сол жайлы халыққа енді сіз қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар, оқырмандар. Қайырлы кеш. Бүгінгі бағдарламаға қатысуыма қуаныштымын. Енді шынымен осы технологиялардың дамуымен бірқатар сондай қиыншылықтар, сынақтар келіп тұр. Бұл сынақтар енді технологиялардың жағымды жақтарын пайдалана келе, біздің сондай қылмыстық элементтер дейміз, қылмыскерлер дейміз, сол технологияларды теріс жақтан пайдалануда. Енді бұл ретте бұл технологиялардың соншалықты дамуына байланысты енді біздің конституциямыз 95 жылы қабылданғанымен бүгінгі таңда бұл ретте дербес деректер жайында әжептәуір жаңағындай өзгертулер, сондай бір қолданыстағы, яғни заманға сай болуы тиіс. Яғни бұрын дербес деректерге, естеріңізде болса,
соншалықты мән берілмейтін тұғын. Кейін дербес деректерге сондай бағалай келе, жаңағындай естеріңізде бар болса, ана коммуналдық квитанцияларда жеке деректемелерді жаңағындай өшіріп, тек қана мекенжайдың, пәтердің мекенжайы ғана көрсетілген болады. Бұл да жаңағындай дербес деректерді қорғау саласындағы бір өзгерістер. Енді осындай талаптарға сәйкес, заманның талабына сәйкес, негізінен Конституцияға осы енгізілетін өзгерістер заманға сәйкес келеді деген ойдамыз. Неге десеңіздер, бүгінгі таңда әрбір азаматтың осы бізді қоршаған ортада және параллель дейміз, цифрлық орта бар. Әрбір азаматымызда цифрлық орта бар. Оны ескерген жөн. Цифрлық ортада ең басты құндылық бұл деректер. Деректердің ішіндегі ең бастысы бұл жеке деректер. Адамға, жаңағы жеке тұлғаға тән, отбасыға тән, жұмыс бабымен жүретін деректер. Осылардың барлығы цифрлық ортада жаңағындай айналымда жүреді. Сондықтан да бұл цифрлық ортаны қорғау ең бастысы деректерді қорғау. Сондықтан да Конституцияда сондай бір жаңа конституцияның жобасында, сонымен қоса жаңағы заманның талабына сәйкес осы технологияларды адамзаттың цифрлық ортадағы жаңағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы іргетасы болып табылады. Неге десеңіздер, Конституция енді ата заңымыз мемлекетіміздің ішінде. Кейін содан ішінара жаңағындай заңдар, нормалар қолданысқа енгізіледі және қолданыста бар. Бұлар жаңағы сол Конституцияның талаптарын орындауға және ішінара жаңағындай реттеу функциясын жүзеге асырады. Ал іргетас болып Конституция жаңағы ата заңымыз болып қалады. Бұны ескергеніміз жөн. Енді жаңағы өздеріңіз айтқандай, неге сондай бір технологиялардың дамуымен сондай қылмыс алаяқтықтардың жаңағы алаяқтық жолға жәбір көріп сондай жолға ұшырап атқанымыз. Бұл ретте енді біздің азаматтарымыз осындай технологиялардың даму барысында өздеріне тиесілі жеке деректерді жаңағындай интернет ресурстарда тіркеген болады. Көбісі жаңағындай оның қауіптілігін ескермей, кейбір кездерде сауаттылық деңгейінің сәйкес келмеуіне де байланысты болады. Мысалға, сайттарда, неше түрлі әлеуметтік желілерде, қарапайым маркетплейстерде өздеріне тиесілі жеке деректерді, дербес деректерді енгізеді. Ал бұл сайттардың шыққан жаңағы шынайы еместігін біздің азаматтарымыз өкінішке орай тексермейді, білмейді. Бұл ретте осы тұрғыда цифрлық сауаттылықты арттыру жұмыстар жүргізілуде және оны жалғастырып, жаңағындай толықтай бүкіл салаларды қоса келе, бүкіл мемлекеттік органдарды, қоғамды, азаматтарымызды осы жұмысқа тарту қажет. Неге десеңіздер, әрбір азаматтың отбасы мүшелері, мысалға ата-аналарымыз, үлкендеріміз ондай технологиялардың ерекшеліктерін білмеуді мүмкін, жаңа айтылды. Бар жоғын және оның ішіндегі ерекшеліктерін. Кез келген деректер, жаңағындай интернет желісіне енгізілгеннен кейін тұрақты түрде сол жерде қалады. Оны да ескерген жөн. Оны себебі жаңағындай бұл деректерді сақтайтын серверлер дейміз, шетелде және сол қызмет көрсетушілерде. Олар оны жаңағындай жинақтап, өздерінің жаңағы коммерциялық тұрғыда болсын, немесе де басқа да салаларда қолданады. Енді біздің азаматтарымыз жаңағындай сауаттылыққа оралатын болсақ, сайтта тіркелген бетте біз сол келісім шартты оқымаймыз көбінесе. Келісім шарт, байқасаңыздар, ұсақ сондай бір шрифтпен сұр түсті, бірақ мәтіні өте көп
сондай бір келісім әдейі шарттар. адамды шатастыру мақсатында дейсіз ғой. Бірақ бұл жерде енді әдейі деп айтуға да келмейді. Неге десеңіздер, себебі сол келісім шартта жаңағындай жеке деректерге қатысты бүкіл шарттар көрсетілген. Яғни егер де сіз деректерді енгізетін болсаңыздар, бұл жеке деректеріңіз біздің қарамағымызға келеді және біз оны толықтай қолдануға мүмкіндік бересіз дегендей болып тұр. Сондықтан да келісімін алып алады дейсіз ғой былайша. Әрине. Соны оқу арқылы ары қарай өзің білесің. Сондықтан да бұл ретте мұқият оқу керек. Бұл келісім шартты кейінінен шешім қабылдау қажет. Өзіңізге тән жеке деректеріңізді бересіз бе, бермейсіз бе? Жаңағы бұл ресурсты қолдануға өзіңізге шешіміңіз, ең соңғы шешім біздің азаматтарымызда. Оны да ескерген жөн. Сонымен бірге, егер де жаңағындай бұл бүкіл сайттарда, бүкіл ресурстарда көзделген. Енді ресурстарды тексеру қажет. Бұл сайт қандай қызмет атқарады, қандай пайдасы бар азаматқа. Мысалға, онлайн режимде кітап оқуға, немесе ойын сатып алуға, ойын ойнауға, мысалға, маркетплейс дейміз, сауда-саттық жүзеге асыруға. Сауда-саттық жүзеге асыру жаңағындай ресурстарында жеке деректермен бірге банкілік деректер енгізіледі. Банкілік карта, реквизиттер, жаңағындай есеп шоттар. Яғни сауда-саттықты жүзеге асыру мақсатында жаңағындай ақшалай қаражат операцияларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін деректер енгізілетін болады. Жаңағындай тексеру қажет. Бұл маркетплейс шынайы ма? Шынайы емес пе? Жақсы, оны қалай тексереміз? Енді сіз бағанан бері айтып жатсыз, оның бәрі былайша айтқанда ресми сайт па, әлде ресми емес пе? Оны қалай? Жекеменшік біреудің сайты шығар. Мүмкін соны насихаттау үшін біз мысалы отырған осы бақ өкілдері насихаттауымыз керек қой, енді ақпарат саласының адамымыз. Біз қайдан соны аламыз? Бәлкім сіздер тараптан, яғни ведомство тарапынан сондай бір тізім керек шығар. Біз соны айтып отыру үшін. Өйткені сіз айтқан сауаттылыққа келеді ғой, мына жерде біз тікелей эфирде қосылып отырып бірден оқи кетейін. Өзім сөзіме бір дәйек болсын. Өте өзекті тақырып қазіргі цифрлық заманда жеке деректерді қорғау үйдің есігін құлыптаумен бірдей маңызды болып кетті. Әсіресе егде жастағы кісілер мен балаларға осы ақпаратты жеткізу өте қажет дейді. Мысалға сол кісілерге ең болмағанда сол ақпаратты тізімнен беріп тұрып, мына жерге жаза аласыз, келісіміңізді берсеңіз болады, немесе. Бұл бір сұрақ өте керемет, өте орынды. Мысал ретінде қарастыра келейік. Мысалға біз бір мекенжайға баруымыз тиіс. Мекенжайдың ең бірінші көшесін, қаласын, көшесін, үйін және пәтерін анықтап аламыз. Интернетте цифрлық ортада дейміз. Дәл солай. Мысалға, сілтеме бойынша өткен бетте сол сілтеменің жаңағындай толық мекенжайын анықтап алуымыз керек. Әрбір әрпіне дейін. Мысалға, кез келген ресурстар болуы мүмкін. Әрбір әрпін мұқият тексеру қажет. Егер де бір әрпінде немесе символында, санында бір күмән тудыратын жағдай туындаса, онда бұл сілтемеге өтпеу абзал. Неге десеңіздер, сіздер мысалға бір мекенжайға келіп, пәтерін есіңізден шығып кетті. Кез келген пәтерге кіре бермейсіздер ғой. Бұл жерде бір пәтерде мысалға әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Дәл сондай мысал ретінде мекенжай бойынша интернет желісіндегі мысалдарды. Әлеуметтік желілерге келетін болсақ, бұл жерде де мұқият қарау керек. Яғни аккаунттың аты сәйкес келуі керек. Мысалға жарнамада бір әлеуметтік желідегі мекенжай жаңағындай жарнамаланады. Ал шын мәнісінде немесе сіз қате теріп, басқа дәл осындай ұқсас аккаунтқа кіресізді, дәл осындай жаңағындай контенті, мазмұны сәйкес. Яғни бұл ұрлауы және бұл алаяқтың жолы. Олар жаңағындай дәл сол сауда-саттықты жүзеге асыру мақсатында жаңағындай аты жақсы керемет жарнамаланған әлеуметтік желіге тиісті, оның беделін пайдалана келе өздері жаңағындай қылмыстық әрекеттерін жүзеге асырады. Бұл жерде мұқият болу керек. Яғни цифрлық сауаттылықтың жаңағындай бір қарапайым мысалы ретінде осыны да қарастыруға болады. Ал балалармен жаңа айтып жатыр, үлкен егде жастағы кісілер осы нәрселерді, жаңашылдықтарды білмейді дейді. Осыған орай жаңағы егде жастағы азаматтарымызға ескертетін, бұны да түсіндіру қажет.
яғни кез келген әлеуметтік желілерде келген сілтемелерді мұқият оқу керек. Жаңағындай акция, қатысыңыз, немесе бұл менің балам, бұл менің немерем, дауыс берсеңіздер күшті болар еді, дауыс санын көбейту қажет, сыйақы бар деп, сыйақы бар, жаңағындай алаяқтар адамдарды қызықтырады. Сонымен сілтемеге тез арада басып қалып, ештеңе етпейді дегендей басып қояды да түсініксіз және бейтаныс мекенжайларға өтеді. Ал сол сілтемелердің жаңағындай қаупі, олар шынайы мекенжайға әкелуі мүмкін, бірақ сонымен қоса сілтемеден өткеннен кейін сіз жайында жеке деректемелер алаяқтардың қолына түсіп қалуы мүмкін. Яғни сіздің аккаунтыңыз жайында жеке номеріңіз және мысалға IP адресіңіз қай жерде қазіргі таңда орын алғаныңыз алаяқтарға мәлім болып қалуы мүмкін. Кейін бұлар қалай оны пайдалануы мүмкін, бір алла біледі. Яғни уақыт өте келе, мүмкін бүгінде емес, қазірде емес, 1-2 айдан кейін ғана сіздің жеке деректемелеріңіз солардың қолына өткені шығып қалуы мүмкін. Жақсы, енді бірнеше бағыт бойынша, бірнеше сала бойынша енді осы алаяқтың түрлі тәсілдері пайда болып жатыр дейміз. Ол барлығына енді өзіңізден жауап ала отырармыз. Бізге оқырмандар да жазып жатыр, бірақ десек те дәл қазіргі осы жаңа редакция жайында білгіміз келіп отыр. Мүмкін біз түсінбейтін, халық түсінбейтін жерлері бар шығар. Неліктен мына жерлер өзгертіліп жатыр? Бұрын өзгерістер, қазіргі енген өзгерістер бұрын не үшін болмады, немесе болмаған жағдайда қазіргі пайда болған өзгерістер қандай игілікке деген секілді осындай сұрақтар туындап отыр. Осыған байланысты толығырақ түсіндіріп айтып өтсеңіз. Енді жаңа айтылды, оның кішкене ойымды ашып жеткізейін. Жіліктеп. Енді бұл жерде жаңа редакциясында заңмен кепілдендіріледі біздің жеке деректеріміздің қорғалуы деп жазылған екен. Соны енді сіз бізге ашып түсіндіріп берсеңіз. Жалпы енді осы жерде бір тұздық болсыншы, мынадай сұрақ түсіп отыр. Жеке деректерімізді бірден біле қалады осындай жаңағы алаяқтар қайдан алады деген секілді. Ал ол жаңа редакцияда ол енді жеке деректердің барлығы да қорғалады, осының қауіпсіздігі жайында көбірек айтылған ғой. Осы жайында. Енді қайталап өтейін, қараңыздар. Бізді қоршаған орта өзімізге мәлім. Енді біз жайында біздің жеке тұлғамыз цифрлық ортадағы жаңағы біздің бейнеміз деректерге сүйенген. Біздің суретіміз цифрлық ортада жаңағындай бейне материал болсын, ол да дерек. Деректің бір түрі. Бейне материал болсын, немесе жеке деректер мәтін, бұл да дерек. Яғни бұл ретте Конституцияның жаңа жобасы бізді сол цифрлық ортада қорғауға бағытталған. Цифрлық ортада қорғауының іргетасы болып табылады. Бұрын технологиялардың дамуына байланысты заманның талабына сәйкес ондай мүмкіндік болмады және өзіне сондай қажеттілік та болмады. Ал технологиялардың даму келе, даму жолында соған сәйкес дейсіз ғой. Яғни сәйкес Конституциямызды сәйкес келтіру керек. Яғни азаматтарымызды тек қана осы ортада ғана емес, сонымен қоса цифрлық ортада да қауіптерден қорғау қажеттілігі туындап тұр. Заманның дамуына сәйкес ата заңымызды да күшейтуіміз керек. Әрине. Осы мақсатта Бейбіт Қайратұлы, мына азаматтар енді өздерінің жаңағы дербес дерек деп жатыр қой, өздеріне тиесілі деректер жайлы бір заңсыз жиналған немесе олардың жаңағы заңсыз қол жеткізілгені анықталған кезде қайда жүгіну керек? Нақты айтсаңыз, ол қандай бір бергі сол алгоритм, өтініштің өзі қандай тәртіппен жүзеге асады? Енді құзыреттік бойынша оны жаңағы азаматтардың дербес деректерін жариялаған және осы саладағы құқық бұзушылықтар бойынша жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құзыретті орган болып табылады. Яғни егер де сол құқық бұзушылық әкімшілік жаңағындай құқық бұзушылыққа сәйкес келетін болса, яғни ауырлығы
деңгейі, яғни тек дербес деректердің өзі жария болғанына байланысты ғана болған жағдайларда жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне жүгіну қажет. Енді жүгіну тәсілі, енді бізде елімізде е-өтініш бар. Е-өтініш арқылы, яғни бұл да цифрлық ортадағы біздің азаматтарымызға жаңағындай ыңғайлылығы үшін цифрлық қолымен бірге расталатын бір құралдың бірі болып табылады. Немесе жаңағындай құқық қорғау органдары арқылы да жүгінуге болады. Кез келген құқық қорғау органы арқылы осындай менің жаңағындай заңға сәйкес құқықтарым бұзылғаны туралы хабарлап, өтініш жасап, жаңағындай осы өтініш құзыреттілік шегінде жаңағындай сол қаралатын органға жіберілетін болады. Өтініш жазуға болады дейсіз ғой. Жаңа жасанды интеллект деп қалдыңыз ғой. Бізде мынадай жағдай болды, енді бізде күнделікті жаңағы тікелей эфирде қаншама бір емес бірнеше рет жаңалықтар таратылып жатады. Енді өзіміздің қатысуымызбен мысалы жүргіземіз, иә. Сол тікелей эфир аяқталғаннан кейін міндетті түрде ол әрине сақталып, енді өзіңіз айтып жатсыз ғой, жан-жақтың бәрі дамыған заман, біз міндетті түрде оны әлеуметтік желіге жүктейміз. Сол кезде сол жерден ол енді YouTube платформа болуы мүмкін, немесе біздің өзіміздің хабар арнасының мысалға да сайты, немесе жеке бір жаңағы ақпарат тарататын арнаның сайтынан алып, жасанды интеллектке менің бет әлпетімді салып, осы жақында ғана, яғни өткен жылдың күз айында Қайрат пен Реал Мадрид ойыны болар кезде енді сондай бір қызғаншақ еді ғой, билеттердің сатылымы кімге жетеді, нешеден болады деген сияқты. Сол менің түрімді пайдаланып, жаңағы интеллект арқылы тура дауысымды салып, қазақша және орыс тілінде ақпарат. Осылай біз сол билеттерді өз бағасында, өз бағасында сатамыз, осындай жаңағы хабарласыңыздар деп бір номер көрсетеді. Енді ол жерде тікелей жаңағы эфирден алынатын түр әлпетті, яғни біз енді сол каналдың былайша айтқанда бет бейнесіміз, бізді пайдаланып, соны ақпаратты кішкене сенімді болсын деп қолданып отыр ғой. Сонда мен осындай жағдайлар ол бір емес, бірнеше рет болған, мысалға косметика өнімін сату мақсатында да бізді, яғни жүргізушілерді тікелей эфирдегі пайдаланған. Бұндай кезде біз сонда жасанды интеллектке орталығына өтініш беруіміз керек па? Ол бірнеше рет болды. Қандай әрекет жасауымыз керек, қалай дәлелдей аламыз? Осындай ақпаратты қазір жинау үстіндеміз, өйткені бірнеше рет болды. Не істеу керек? Енді бұл ретте қандай әлеуметтік желі ма, қандай интернет ресурста бұл ақпарат немесе жарнама таралғанын анықтау қажет. Қай жерден сілтеме. Одан кейін бұл ақпаратты таратқан жаңағындай бастама болған кім тұлғаны анықтау мақсатында енді құзыретті органдарға, құқық қорғау органдарына жүгінуге болады толықтай. Енді жасанды интеллект бізде цифрлық кодекс қабылданған, яғни болашақта енді цифрлық кодекстің жаңағындай күшіне енуіне байланысты жасанды интеллекттің көмегімен жасалған бейнематериалдар міндетті түрде белгімен қамтамасыз етілуі тиіс. Яғни егерде маркер ретінде белгі болуы тиіс. Яғни бұл жарнама болсын, бейнематериал болсын, қандай да бір контент дейміз ғой, контент міндетті түрде белгіленіп, халыққа жаңағындай ресми түрде сондай белгіленіп, хабарлануы тиіс болады. Оны да ескергеніміз жөн. Жақсы, енді тағы бір осы қоғамда өте жиі таралып жатқан, ол әрине несие рәсімдеу шарттары ғой. Осы тұрғыда мына бір сұрақ, жалпы адамның келісімінсіз осы жүргізіліп жатқан несие рәсімдері туралы не айтасыз? Оларды пайдаланып, ары қарай да өздерінің ойларын соңғы тәсілдермен жүзеге асырып жатыр ғой. SMS хабарламалар деп жатыр. Сосын мына WhatsApp-тағы жіберетін жеке деректеріміз, олар жалпы бұл WhatsApp желісі қорғалған желі ме? Жалпы әдетте сол WhatsApp-пен жүзеге асырылады. Қауіпсіз бе? Әлеуметтік желілердің мысалы қайсысы қауіпсіз дегенде сұрақ туындайды. Кейде енді мүмкін сіздер оны толық айтпайтын шығарсыздар, бірақ десек те осы енді халық білсе екен дейміз. Өзінің жаңа деректерінің таралмайтындығын болады ғой, әркімнің енді өзіңіз айтып жатырсыз, отбасылық чаттар болады мысалы, осы суреттер жіберу арқылы да мүмкін таралып кету қаупі бар деп жатады. Енді қаншалықты? Енді осы алаяқтардың схемасын аша келе сіздерге сол ақпарат мәлім болады, анық болады. Енді қараңыздар, ең осы қайсы әлеуметтік желілерден қорғалмағаны,
олардың барлығы да қорғалған. Және жеке деректерді сақтауға жаңағы әлеуметтік желінің болсын, интернет ресурстың болсын, өзіне тиісті жаңағы беделді түсірмес үшін олар бүкіл жағдайды жасауда. Оны ескерген жөн. Екіншіден, бұл жерде ең сондай қауіпті және күмән тудыратын тетік бұл өкінішке орай өзіміздің жаңағы қолданушыларымыз, оқырмандарымыз, өзіміз, адам. Яғни, мысалға парольдің қарапайымдылығы. 1-ден 6-ға дейін, немесе әріптердің жаңағындай QWERTY дейміз, ең қарапайым. Немесе А 1-ден 6-ға дейін. Бұл парольді, немесе жеке номеріңіз. Жеке номер, Иініңіз, есімі мен туған жылы. Есімі, балаларыңыздың есімі. Бұл ақпаратты интернет желісінде тауып алуға оңай. Неге десеңіздер, парақшаларыңызға кірген бетте балаларыңыздың туған күні де бар, қарасақ, есіміңіздер бар, фамилияларыңыз бар. Кейбір жағдайларда жаңағындай азаматтарымыз әлеуметтік желіге паспорттың суретін, билеттердің суретін жариялайды. Иінді міндетті түрде жаңағындай суреттерде иін ЖСН дейміз, азаматтарға белгілі болып қалуы мүмкін. Жеке құжатымызды да жіберіп жатамыз ғой кейде. Кейде жеке куәліктерімізді жаңағындай WhatsApp желісіне жібереміз, яғни коммуникацияны жеңілдету мақсатында. Сондықтан да қандай ақпаратты және кімге жіберіп тұрғанымызға бақылау жасау керек. Мұқият. Не үшін қандай мақсатта жіберіп тұрғанымызды. Бірақ жіберуге болады ғой, өйткені WhatsApp-тың өзін сөйтіп жаңағыда қорғалмаған деп айтып жаттық. Енді бұл ретте шешіміңіз өзіңізде. Әрбір азамат өзі сақ, абай болу керек деп айтқыңыз келеді. Әрине. Ал енді қараңыздар, бұл жаңағындай біріншісі. Екіншісі, бұл ретте сұрақтың өзін ұмытып кеттім мен. Өкінішке орай. Несиені рәсімдеу. Несиені рәсімдеу. Енді бұл алаяқтардың ең көп тараған схемасы, бұл ретте азаматтарымызға жаңағындай SMS-кодты хабарлаңыз, SMS арқылы келген кодты хабарлауға талап етеді. Бұл ретте кез келген ақпаратқа сыни пікірмен қарау қажет. Яғни қандай номерінен SMS келді. Егер де сіздерге мысалға пошта келді, пошта жөнелтілмеді. Бірақ та SMS-та пошта жайында ешбір сөз көрсетілмеген. Мысалға басқа бір ағылшын түсініксіз сөздер. Яғни бұл сілтеме, бұл кодты хабарлаудың жаңағындай қаупі бар ма? Міндетті түрде бұл күмән тудыратын сілтеме. Сонымен қоса, мәтіні егер де бұл байланыс операторы болсын, немесе де басқа бір жөнелтілімді жеткізетін компания болсын, SMS-ті жаңағы соның атауы да болу керек. Ондай ақпарат жоқ болған жағдайларда бұл күмән тудыратын сілтеме деп жаңағындай саналады. Саналуы тиіс азаматтарымыздың тарапынан. Онымен қоса, егер де сол жаңағы SMS-тағы кодты хабарлағаннан кейін, біраз уақыттан кейін, 1-2 сағаттың ішінде қоңырау шалып, жаңағындай құқық қорғау органдары атынан, мемлекеттік органдары атынан, немесе ұлттық, немесе екінші деңгейлі банктердің атынан қоңырау шалып, сіздің есеп шоттарыңызға жаңағындай күмән тудыратын операциялар жүргізілуде, несие рәсімделуде. Сондықтан да сіздердің тарапыңыздан бізге көмек керек, біз бұл операцияларды бұғаттаймыз деген ақпарат түскен бетте, бұл 100% алаяқ. Неге десеңіздер, құқық қорғау органдары және екінші деңгейлі және ұлттық банк қызметкерлері ондай операцияларды телефон арқылы жүргізбейді. Оны меңгеріп алғанымыз жөн. Осы ретте Әлия ханым, сіз кішкене чай құйып отырсаңыз, бүйек мырзаға жалпы оңай сияқты болып көрінгенмен бұл жерде көп деген жағдай жеке ақпарат, адамның жеке сенімі, сол сәтте дер кезінде шешім қабылдауы, қаншама нәрселер жатыр. Шынында да асықпау керек дейсіз ғой. Кез келген операцияны басып анықтап, қанығына көзді жеткізіп барып,
содан кейін барып әрекет етіп мүмкін біреуден сұрау керек. Мысалы үйінде жаңағы балалар жұмыста кезде үлкен ата-аналарға да осындай болып жатқанда енді сұрайды, сұрамайтыны кейде осылай алданып қалып жатады екен. Ол да осына сіздерден алған мәліметтерден айтып отырмын, ақпараттардан. Енді мына жаңа редакцияға, яғни конституцияға өзгерістерге тағы қайта оралуға мынандай бір мүмкіндік туындап тұр. Қараңызшы, біздің бір сұрағымыз оқырманнан келген, осыған байланысты жаңағы өзіңіз алдындағын айтып өткенсіз, бірақ бұл кісі кейіннен қосылған секілді. Біздің барлық құжаттарымызға доступты қалай алады? Халықты мазалайтын осы сұрақ-ау. Қазір электрондық құжаттар сонда тиісінше қорғалмайды ма деген сұрақ келіп түскен екен. Оны жаңа сіз бір жаңағы қазіргі енді жаңадан қабылданатын оқырманға айтып жатырмын, жаңа конституцияда, яғни осы үлкен әріппен көрсетіледі деп айтсам да болады. Жалпы енді ол дәл қазір сіздің сұрағыңызға осы жауапты алуға болатындай. Осыны тағы бір өзіңіз айтып өтсеңіз. Енді жеке деректер енгізілген жүйелер, базалар дейміз өте көп. Мемлекет тарапынан да жаңағындай, егер де сіздер өздеріңіз жаңағы дене шынықтырумен айналысам десеңіздер, фитнес зал дейміз, немесе жиі алып жүретін кофе дүкенінен, олар да өздеріне тиесілі базаларды құрайды. Яғни осындай есімі бар, осындай номері бар, осындай уақытта келетін, осындай азамат. Ол да бір жеке деректемелер базасы болып табылады. Жаңағындай неғұрлым клиенттер базасы көбірек, жаңағындай сайттар болсын, ресурстар болсын, солардың жаңағы беделі көбірек болады. Енді ең барысында жаңағындай айтылды, біздің азаматтарымыз өкінішке орай технологиялардың енуіне байланысты өмірімізге бұл технологиялардың жаңа кезеңінде өте көп деректер осындай бір жеке азаматтарға, жаңағындай жеке компанияларға енгізілген болады. Олар солардың тарапынан да жариялануы мүмкін, немесе азаматтардың жаңағындай сол базаларды пайдалана келе байқамай басқа да жерлерге енгізіліп қалуы мүмкін. Жаңағындай интернет ресурстарда тіркелгеннен кейін, ал бұл компаниялар өздері ішінара бір-біріне сатады. Мысалға, клиентская база дейміз. Миллион адамнан тұратын база бір-біріне сатып жүреді. Неге десеңіздер, келісім шартты оқымағаннан кейін. Осы ретте енді Ағзия деген біздің көрерменнен сұрақ келіп отыр да, осы тақырыпқа сай, жаңа сіз айтып отырған. Егер біздің деректеріміз ірі компаниялардың, мысалы әлеуметтік желілер, банктер базасынан ұрланса, біз қарапайым қолданушылар ретінде өзімізді қалай қорғай аламыз? Оған біздің бақылауымыз жүре ме? Қандай да бір жауапкершілік бола ма бұл жерде? Мүмкін әкімшілік, мүмкін қылмыстық қарастырылған ба? Осы ретте қайда жүгінуге болады мысалы халық? Енді қараңыз, егер де нақты фактілер анықталған жағдайларда, бұл жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі тарапынан жүйелі түрде тексерістер жүзеге асырылады. Яғни бұндай жеке деректерді қамтитын базалар, жаңағы жеке тұлғаларға тиісті, осындай бір үлкен мекемелерге тиісті болсын, оларға тексеріс жүргізіледі жүйелі түрде. Егер де сол базалардың жаңағындай бір кемшілік тетіктері бар болған жағдайларда және анықталған жағдайларда, олар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жаңағы заңды тұлғаларға айыппұлдың өте сондай бір ірі мөлшерде тағайындалады. Оны да ескерген жөн. Ал енді жаңағындай азаматтарымыз ең сондай бір сақ болуының ережесі, қандай ақпаратты және кімге беріп тұрғаныңызды әрбір уақытта жаңағындай сыни пікірмен шешім қабылдау қажет. Қандай ақпаратты қандай мөлшерде және кімге беріп тұрғанымызды. Оған есеп жүргізу керек. Әрбір азамат өзіне тиесілі жаңағындай есеп жүргізуі тиіс. Кімге өз жайымда ақпаратты беріп қалдым. Мысалға, енді әдетте адамдар асығыс қойсын керек. Жаңа сіз айтқанда сыни пікір деп тіпті ойламайтын да азаматтар бар. Ол цифрлық сұхбатта бұл жерде жаңағы мен жеке дерегімді жалпы беріп тұрмын ба деп сол сәтте ойламайтын адамдар бар. Сосын оның барлығы да былай бір сөзбен айтқанда психолог
болып кеткен секілді ғой, әрбір жаңағы алаяқтың бойында осындай қасиет бар деп айтып жатады ғой, сендіретіндей адамды, иә. Деген сөздерді жиі пайдаланады екен олар. Иә, сосын сіздің жаңағы жеке жаңағы счетыңызға осындай қазір қауіп төніп тұр, тез арада біз оны қорғауымыз керекпіз, біз банктен хабарласып тұрмыз дегенде жағдайлар болады екен. Оны да естіп жүрміз. Осы ретте сіз мысалы қалай әрекет ететініңді білмей қаласың, әсіресе жаңағыдай үлкен кісілер көбінде алданып қалып жатады. Енді жастардың өзінде де бар шығар, бірақ қаншама адам осындай шағымданып жүргенін оны көреміз, былай қарағанда естіп жүрміз, біліп жүрміз. Және жақында ғана енді біз өзіміз осы жаңалықтардан осындай қыздар, сіздер де білетін шығарсыздар, мынадай бір жағдай болды оқу орталықтарына байланысты. Енді сіз ішкі істер министрлігінен маман келеді, қызметкер келіп сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді деген соң мүмкін енді көрермендер сұрақтарын қойып отқан шығар. Бұл енді тергеу саласына байланысты, бірақ десек те бұның ішінде де ар жағында алаяқтық жатыр деп енді түсінуге болады. Астана Алматы Ислам Досбол деген кісі, Астана Алматыда мысалы ағылшын немесе ұбт-ға онлайн дайындау орталықтары бар. Қазір көп түрі бар оның. Олар төлемақысын банк арқылы алдын ала төлетіп алады. Қараңызшы, мысалы банк арқылы, кейбіреулер бөліп төлейтін, жаңағы рассрочка дейміз ғой, сол арқылы алып алады, төлейді. Оқу ақысын алып алған соң міндеттерін толық орындамайды. Тіпті басында берген гарантиясы жоққа айналады. Мұндай орталықтарды тексеріп жабу керек шығар. Заң не дейді бұл жөнінде дейді. Оған қаншалықты жауап бере аламыз? Енді бұл ретте азаматтық қарым-қатынас болуы мүмкін. Азаматтық жаңағындай тұрғыда шешілуі тиіс мәселе. Неге десеңіздер, бұл жерде ең басында келісім шарт жасасқан болатын. Яғни қызмет көрсету аясында қандай қызмет көрсетіледі, қандай мөлшерде және кімге көрсетілетіні туралы келісім шарт жасалуы тиіс. Ол бір. Екіншіден, сол келісім шартта мұқият оқып, жаңағындай қандай нәтижелерге жеткізетіні туралы адам жаңағындай танысып болғаннан кейін келісемі, келіспейтіндігі. Одан кейін сол келісім шартта жазылуы тиіс, қандай уақыт мерзімі ішінде, егерде сол қызмет көрсетілмеген жағдайларда бұл келісім шартты жаңағындай болдыратын немесе болдырмайтын шарттар да көрсетілуі тиіс. Сомасы толықтай қайтарыла ма, белгілі бір пайызы ғана қайтарыла ма, және бұл жаңағындай келіссөз арқылы шешіледі ме, әлде сот арқылы шешілетіні туралы жаңағы көрсетілуі тиіс. Егерде шешім қабылданбаған және келіссөздердің нәтиже болмаған жағдайларда азаматымыз міндетті түрде азаматтық сотқа жүгініп, азаматтық жаңағындай процестік талаптарына сәйкес өзіне тиесілі өзінің құқықтарын қорғауға мүмкіндігі бар. Ол жаңағы заңмен қорғалған құқық. Яғни келісім шарттағыны оқып, көріп, содан кейін барып әрекет ету керек дейсіз ғой. Енді ол кімде болса, жаңағындай оқу орталығын ашқан, ойында сондай бір жаңағы дұрыс емес дүниелер болған жағдайда ол әркім өзіне ыңғайластырып келісім шарт жасайды. Ары қарай мысалы жаңағыдай жүгін кейін кезде де оны қайтару қиынға соғатындай болуы мүмкін, сондай жағдайлар бар. Жалпы Бейбіт мырза, менде мынандай сұрақ туындап отыр да, сіздер енді халыққа қалай жүргізіп жатырсыздар? Мысалы, қалай қорғану керек, түсіндіру жұмыстары, ақпараттандыру жұмыстары, мүмкін бір фильмдер түсіру арқылы ма, мүмкін бір роликтер түсіру арқылы ма, қалай жүргізілуде жалпы профилактикалық түсіндіру жұмыстары, ақпараттандыру жұмыстары? Енді ақпараттық түсіндіру жұмыстары, профилактика жұмыстары дейміз. Полиция тұрғысынан жаңағындай тұрғылықты мекен-жай бойынша әлеуметтік желілерді қолдану арқылы, сіздер арқылы, осындай бағдарламалар арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және журналдар, жаңағы ресми басылымдарда, сонымен қоса брошюра дейміз, жадынама дейміз, сондай ақпараттарды тарату арқылы жүзеге асырылады. Бұл учаскелік полиция инспекторлары көмегімен жаңағындай үй чаттарына жіберіледі ақпарат, яғни қылмыстардың жаңартылуы, жаңа схемалары арқылы қандай қауіптілік шараларын қолдану қажет, схемаларды толықтай ашатын бейне материалдар, жадынамалар толықтай жаңағындай жарияланады. Сонымен қоса
бұқаралық ақпараттарда жаңағындай жаңалықтар болсын, осындай бағдарламалардың аясында алаяқтардың бүгінгі таңда өзекті сондай бір ашық схемаларды ашуға алаяқтардың әрекетін ашатын ақпарат жеткізіледі. Енді мақалаларда, басылымдарда да бұл ақпарат жүзеге жазылып көрсетіледі дейсіз ғой. толықтай. Мына дербес директоры да енді заңсыз пайдаланған үшін біз әдетте енді көбінесе осы сақтану жолдарын айтып жатыр ғой. Ал сол әрекетті жасаған адамға қандай жауапкершілік көзделген, мысалы қылмыстық па, жоқ әкімшілік пе, әлде екеуі де ме? Сосын жалпы ол қалай осы құқық қорғау органдары қандай әрекет жасайды жауапкершілікке тарту үшін? Енді бұл жерде қауіптілігіне байланысты және зардаптың мөлшеріне байланысты. Егер де зардаптың елеулі еместігіне байланысты сондай бір ақпараттың тек қана дербес ақпараттың жарияланғаны ғана анықталса, бұл әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Жаңа айтып өттіңіз. Ал енді қылмыстық Ал егер де қарастырылған ба? елеулі зардапқа әкеліп соқтыратын болса, бұл қылмыстық жауапкершілікке әкеліп соқтырады. Яғни азаматтың өліміне немесе бір материалдық шығынына, жеке мүлкіне немесе беделіне сондай бір елеулі зиян келтірген болса, бұл қылмыстық кодекске сәйкес қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Сосын осы тұста қыздар байқасаңыздар, енді бәріміз екінің бірі әлеуметтік желі, мынау телефон арқылы, смартфондар, планшет, бәріміз соны пайдаланамыз. Шыны керек, көбінесе осы әлеуметтік желідегі пікірлер ғой. Енді барлық азамат не жақсы сөз сөйле немесе үндеме деген ұстанымды ұстамайды. Көбінесе жеке құқыққа қол сұғушылық деп жатырық, адамның жеке өзінің несіне тіл тигізу деп айтуға болады әлеуметтік желі арқылы, виртуалды түрде дейді, бірақ ол енді жеке басына қатысты тікелей сөздер. Бұлар қалай? Жалпы осы өткен жылға бір қорытынды есебінде айтып кетіңізші, неше өтініш берілді және сол өтініштер орындалды? Яғни әлеуметтік желіде осы жеке басына қол сұғушылық дейміз ғой, енді тіл тигізу, оның өзі былайша айтқанда меніңше дұрыс емес, адамның құқығын бұзу ғой. Өте жиілеп кетті. Тіпті сотқа дейін жүгініп жатады, құқық қорғау органдарына. Енді бұл ретте мұқият қарау керек. Яғни әлеуметтік желі дегеніміз, цифрлық орта дегеніміз, бұл жерде әлеуметтік қоғам болғандықтан, қоғамдық орын ретінде саналғандықтан, бұл жерде комментарий дейміз, жазудың өзіне баға берілуі тиіс. Бұл жерде әрбір азаматтың өзіңіз айтқандай құқықтары сақталуы тиіс. Сондықтан да бейәдеп сөздердің айтылуы өте жиі ғой қазір. Енді бұл ретте кімге айтылған сөз тікелей. Бұл ретте сараптамадан да өткізу қажет, яғни сыни пікірмен қарау қажет. Бұл комментарий кімге арналған және тікелей сондай бір балағаттау сөздері немесе бір кемсіту орын алған жағдайларда оған баға берілуі тиіс. Ол да белгілі бір жауапкершілікке тартылады, демек? Иә. Ал енді мынадай бір сұрақ туындап отыр менде. Былай әлеуметтік желі, соның ішінде әсіресе мына Инстаграм парақшасын көп қолданамыз ғой өзімізде, өзіміздің мысалы мынау әріптестеріміздің арасында да осындай бір оқиғалар орын алып жатыр. Сол адамның атынан, мысалы менің атымнан, мысалы екінші парақша ашып басқа адамдарға жазу арқылы. Енді оны білмеймін, мысалы кім қандай нәрсе жазып жатыр. Қандай пиғылмен, жақсы мақсатта ма, жоқ жаман, енді көбінде әдейі солай енді біреуге ренжу арқылы демей қояйықшы, жалпы да бір болады сондай оқиғалар. Енді осы кезде қалай әрекет етуіміз керек? Мысалы бізде болды, оны заңға жүгінгенмен, мысалы қаншалықты оны біле аламыз, кім, қайдан, кім ашты, қандай парақша, қай мекен жайдан, енді ол өте қиынға соғады деп жатады. Сіздің тәжірибеңізде осындай оқиғалар бар шығар, жалпы осылай шағымданатын адамдар болды ма? Және ол қаншалықты белгілі болды, ашылды? Мысал ретінде келтіруге болады. Осы өткен жылдың желтоқсан айында біздің ішкі істер министрлігіне азамат жүгінген болатын. Яғни оның атынан әлеуметтік желіде сіз айтқандай дәл осындай ұқсас парақша ашып,
сондай бір жағымсыз контентті жасанды интеллект көмегімен жасап, неше түрлі сондай бір комментарий да жазып, сонымен қоса бір жарнамалау жүзеге асырған болады. Сондай азамат 2023 жылдан бастап бір азаматты жаңағындай артынан бүкіл деректемелерді пайдалана келе жаңағындай артынан жүрген. Бұл енді әйел адам менен ер адамның арасындағы бұрын таныстық болғаннан кейін жаңағындай артынан қуу жаңағындай әрекет жасаған болады. Енді бұл жерде заңнаманы бұзып қарапайым енді артынан жүрудің орнына бұл жерде толықтай құқыққа қайшы контентті жариялап және адамға елеулі зардап келтірген болатын. Бұл жерде семьясына, отбасысына және құрылған жаңағындай некесіне толықтай зиян келтіріп, материалдық та зиян, жаңағындай беделіне, құқығына осындай мысал бар. Бұл Ұлытау облысында бұқаралық ақпараттарда жарияланған ақпарат, ашық ақпарат. Ол жерде кім екені белгілі болып тұр ғой, иә? Иә. Ізінен қалмай жаңа шаңырақтың шайқалуына отбасына арасына түскен болып тұр ғой енді. Ол жағдай белгілі болды, ашылды және жауапкершілікке тартылады міндетті түрде. Ал кейбір жағдайда жаңа менің айтып атқан жағдайымда біле алмайсың кім екенін. Кім ашып отқанын да білмейсің ар жағында. Және сен туралы әркімге әртүрлі ақпарат беруі де мүмкін. Енді дәл менің басымнан өтпегенімен басқа әріптестердің басынан өтіп жатады. Енді бұл ретте сол парақшаның ол мүмкін бе білу? Парақшасын анықтау қажет. Қандай ақпарат және қандай жалған ақпарат жарияланып тұрған бекітіп, жаңағындай скриншот жасау арқылы сол парақшаға жаңағындай назар салып, азамат кішігірім тергеп тексеру жұмысын жүргізуі тиіс. Егер де құқықтары шынайы бұзылған жағдайларда құзыретті органға жүгінуі мүмкін. Құқық қорғау органдарына немесе жаңағындай жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігіне көбінесе құқық қорғау органдары. Жалпы қыздар, бүгін біздің көрерменге тақырып ұнап отыр. Біздің көрермен өте белсенді сұрақ жіберуде. Мына жерде Ислам Досбол деген азамат өзінің сұрағын жіберіпті. Алаяқтар онлайн несие алу арқылы халықты алдап түсіреді. Осы онлайн несие алуды банк неге тоқтатпайды? Көп жағдайда алаяқтар банк қызметкермен сыбайлас болатыны белгілі ғой. Онлайн несие беруді заң тоқтатуына не кедергі дейді. Өте жақсы сұрақ. Енді қараңыздар, онлайн несие тоқтату енді бүгінгі таңда сондай цифрлық технологиялардың даму қарқынында енді былайша айтқанда мүмкін емес те шығар. Себебі бұл ыңғайлы, азаматтарымызға қол жетімді және өте сондай бір шұғыл әрекет етуге, жаңағындай қаржылық операцияларды жүзеге асыруға толықтай мүмкіндік және еркіндік береді. Оны жасыруға келмейді, яғни біз оның жақсы жағын толықтай күнделікті көрудеміз. Бірақ қателеспесем 2 миллионнан аса онлайн несие рәсімдей алмайды. Ол енді жаңадан шығыватқан үкіметтің өзінің шектеуі қабылдаған заң. Енді былай қарағанда оған дейінгі микронесиелерді алу әсіресе алаяқтарға жеңіл. Ол қарапайым адамдарға берілмеуі мүмкін, қанша тырысса да айтып жатады ғой, осындай несие рәсімдейін деп едім, бірақ бермеді деп жатады. Ал керісінше алаяқтар оңай жолмен алып кетеді және біреудің атынан бірнеше банктен қатар алуы мүмкін. Ондайда оқиғалар енді көп. Енді бұл жерде кішкене ақпаратты жаңағындай схемаларды ашу қажет деп ойлаймын. Енді қараңыздар, алаяқтар негізінен сол несиелерді кімнің қолына арқылы ашады? Яғни жәбірленушілеріміз, азаматтарымыз арқылы. Яғни алаяқтардың өздері жаңағындай телефон қолға ұстап дегендей немесе қашықтан телефонды басқару арқылы несиелерді алмайды. Яғни олар жаңағындай бүкіл ақпаратты, бүкіл нұсқаулықты азаматтарымызға сеніміне кіру арқылы жүзеге асырады. Несие алатын азаматтарымыздың өзі.
Сондықтан да бұл жерде азаматтарымызды шақырамыз, яғни әрбір түскен ақпаратқа шұғыл түрде, дереу түрде қаржылық операцияларды жасау барысында сол ақпаратқа сыни пікірмен қарап, тоқтап, өз әрекетіне баға беріп, қарапайым екі сұрақ қоюға болады өз-өзіне. Не үшін несие алып тұрмын, кімге оны жолдаймын? Болды. Кім үшін? Яғни құқық қорғау қызметкерлері атынан, немесе банк атынан сол несиені рәсімдеуге тоқтата ала ма? Егер де жаңағындай күмән туындаса, сіздің атыңыздан біреу несие рәсімдеп тұр деп. Банк өзі оны тоқтатуға толықтай мүмкіндігі бар. Антифрод жүйесі жұмыс істелуде, яғни егер де күмән тудыратын операциялар жүзеге асырылған жағдайларда, антифрод жүйесі бірден сол операцияларды бұғаттайды. Ал енді азаматтарымыз жаңағы өкінішке орай алаяқтардың сеніміне кіріп, азаматтарымызға толықтай нұсқау бергеннен кейін бұл ақпаратты ешкімге айтпай, жаңағындай сіз құпия режимін сақтауыңыз керек, сондықтан да банкке барып несие рәсімдеуіңіз керек, немесе телефон арқылы несие рәсімдеуіңіз қажет. Бұл ретте тоқтап, демалып, 3 минуттың ішінде демалып, ойлануға жаңағындай мүмкіндік беру керек. Кім үшін несие алам? Яғни банк үшін бе сонда? Құқық қорғау қызметкері үшін бе? Және бұл ақшаны кімге жолдаймын? Не үшін? Яғни бұл сұрақтарға жауап табылғаннан кейін бәрі анық болып қалады. Бұл әрбір азамат ой елегінен өткізу керек дейсіз ғой. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыздың бір қорытындысы болсын, біздің көрерменге, біздің әлеуметтік желіден қатысып отқан достарымызға соңғы алаяқтықтың тәсілдерін айтыңызшы, ескере жүрсін, біле жүрсін. Дәл қазіргі бүгінгі таңда ең көп тараған алаяқтықтың түрі бұл жаңағындай айтылған банк қызметкерлері атынан, құқық қорғау қызметкерлері атынан қоңырау шалу, яғни SMS-кодты хабарлау. Бұл ретте SMS-кодты ешкімге хабарламаңыздар, ол ең біріншісі. Екіншіден, егер де хабарлаған болсаңыздар, және қысқа мерзім уақыт ішінде сіздің телефоныңызға осындай алаяқтар несие рәсімдеп тұр, сондықтан да бұны бұғаттау мақсатында операцияларды жүзеге қажеттілік туындап тұр деген қоңырау шалған кезде, бірден трубканы жаңағы тұтқаны қойып, өміріңізді жалғастыруға тура келеді. Неге десеңіздер, бұл 100% алаяқтар. Құқық қорғау және органдары және банк бұндай ешқашан жол бермейді дейсіз. Бұндай әрекеттерді жүзеге асырмайды. Телефон арқылы, тем более деп айтуға да болады. Неге десеңіздер, антифрод жүйесі бар. Егер де күмән тудыратын операциялар бар болған жағдайларда, техникалық тұрғыда бұл операциялар міндетті түрде бұғатталады. Тағы бір сұрақ, осы ретте сізге сыйлық келіп тұр. Иә. Ол енді барлығымызға да келген шығар. Гүл келіп тұр. Сыйласы жаңа кіріңіз қыздар. Ол қызықтырып тұр ғой. Пошта арқылы қыздар байқадыңыздар ма? Қандай сыйлық? 2025 жыл пошта арқылы жіберу көбейді. Қазір тосын сый жасайтындар көбейген. Кімдер келді сізге? Иә, оның барлығы өзіміз шынымен де тосын сый қабылдап жүрген адамдарға ол енді былай жаңалықта емес шығар. Алып бір жанан қызығасың, не сыйлық деп. Ол бар. Одан кейін жаңағы сізге бір посылка келіп тұр деп жазатындар бар. Номерін жібереді. Осы кезде бұл ретте сол ақпаратқа сыни пікірмен қарау қажет. Қайтадан қайталаймын. Неге десеңіздер, поштаны сіз жібердіңіз ба? Жөнелтілімді? Жоқ. Егер де гүл қабылдайтын азамат сіздер болсаңыздар, сіздер код сұраушы еді. Оны жолдаған адамнан сұрау қажет. Жоқ, ссылкаға өтіңіз деп сыйлыққа. Сыйлыққа. Енді бұл сыйлық ұтып алдыңыз дейді. Енді бірден орыстар айтады ғой, бесплатный сыр только в мышеловке. Бұл қағиданы естен шығармау керек. Сосын достар, осы ретте бір өте маңызды нәрсе, жаңа Бейбіт Қайратұлы қайта айтып жатыр ғой. Біз жеке деректерді сақтау дегенде тек қана құжат, ЖСН номері, біздің туған күніміз, айымыз, жылымыз, суретіміз деп ойлаймыз. Олай емес. Жеке дерек деген ол сіздің мына күнделікті WhatsApp желі арқылы жіберіп отқан суретіңізден басап, әлеуметтік желіде жеке аккаунтыңызда салып отқан материалға дейін бұл жеке дерек. Демек, мысалы,
жаз айы болсын, кез келген уақытқа сіз демалысқа шыққанда немесе бір оқиғаның үстінде отырып керемет бір көңіл күйіңізбен басқа қалаға кетіп қалып бөлісіп жатып, сол сәтте салған ақпаратыңыз, яғни бейне материалыңыз немесе айтқан сөзіңіз сол алаяқтықтардың, жалпы алаяқтық жасағысы келетін ниеттес адамдардың бірден ойына түсеттегі бұл да бір жаңа ақпарат ретінде өзіңіз жол ашып отырсыз. Міне мен бүгін үйде емеспін, үйіме кел деген сияқты, иә. Сондықтан абай болайық. Әрине әлеуметтік желі дамыған заманда біз көбінесе сондай жақсы жаңалықтарымызбен бөліскіміз келеді. Бірақ бұл сіздің жеке дербес дерегіңіз. Зиян керісінше. Бұл жерде енді тек қана жеке деректер емес, сонымен қатар біздің жазысқан хаттарымыз, біздің сөйлескен телефон арқылы сөйлескен, мысалы сағыныш екеуміздің арамыздағы әңгімелеріміз барлығы енді заңмен қорғалатын болады алдағы уақытта, түсінуімше. Солай ғой. Иә, мырза. Сонымен қатар осы ретте қыздар бір жақсы сұрақ келіп түсті мында. Жомартовна деген, Жомартовна. Осыдан 2 жыл бұрын мен арқылы перевод жасаған. 2 жылдан кейін енді құзырлы орган менімен хабарласып жатыр, күдікті перевод деп, өзімді қалай заңмен қорғасам болады дейді. Енді бұл тұрғыда ең біріншіден ескертетін жай, былтыр, яғни 16 қыркүйектен бастап қылмыстық кодекске жаңа бап енгізілген болатын. Яғни өзіне тиесілі банкілік есепшоттар туралы реквизиттерді үшінші тұлғаларға беру және толықтай пайдалануға беру үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Яғни азаматтарымыз өзі үшінші тұлға үшін переводтарды жасаса, аударымдарды, немесе банкілік картаны және құрылғысын, мысалға приложениесін дейміз ғой, толықтай иемденуге мүмкіндік берген жағдайларда қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Бұл жерде ескертетін жай, жаңағындай пайда күнемдік мақсатында жасалған жағдайларда қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ал енді жаңағы азаматымыздың сұрағына тиесіле келе, қандай жағдайда бұл ақша аударымы жүргізілгенін анықтау керек. Яғни кім арқылы, кімнен ақша түсті және кімге аударды. Бұл ақшаның пайда қайнар көзі қандай. Мәселе сода. Сондықтан да азаматтарымызға ескертетін жай, үшінші тұлғалардың өтініші бойынша ақша аударымдарын жүргізбеу. Неге десеңіздер, банкоматтың қасында сіздерге бейтаныс азамат келіп, кешіріңіз, мысалы телефонымның батарейкасы отырып қалды, осы номерге 500 мың, миллион теңге болсын, міне ақшаны қолма-қол сізге беріп тұрайын. Жиі кездеседі осындай жағдай. Сіз осы ақшаны осы әйеліме болсын, бауырыма болсын, сіңіліме болсын аударып жіберсеңіз, 10 мыңын өзіңіз қалдырасаңызшы, батарейка отырып қалды, енді түсіністікпен қарайды деп ойлайды. Енді біздің азаматтарымыз көмекке деген бір-бірімізге бауырмалмыз, көмектесеміз, қиын жағдайларда қалдырмайды деген сондай бір көзқараспен көмектеседі, таза ниетпен. Бірақ та ақырында бұл ақшаның қайнар көзі қайдан шыққаны беймәлім. Құқық қорғау қызметке біздің тарапымыздан тергеп тексеру жүргізілген кезде осы азаматтың есепшоты шыға келеді. Ал ол жаңағындай кімнің қандай ұсынысы болған, қандай ақшаны қай күні аударылғаны жаңағында 1-2 жылдан кейін есінде де болмауы мүмкін. Сондықтан да бұл ретте жаңағындай үшінші бір тұлғалардың өтініші бойынша ақша аударымдарын жүргізбеген жөн. Сонымен қоса тағы бір схема. Мысалға, сіздің банкілік есепшоттарыңызға жаңағындай айтылғандай бағдарлама басында есепшотқа бір ақша сомасы келеді. Әжептәуір елеулі бір сома. Кейін азаматтар хабарласады, кешіріңіздер, бір номермен, бір санымен қателесіп қалдық. Бұл ақшаны басқа номерге, осы номерге жіберсеңіз, өзіңізге бір пайызын, рахметімізді қалдырамыз, бір 10 мың болсын, 10% болсын қалдырсаңыз, қалған аударсаңыз, біздің рахметіміз шексіз болады дегенде. Енді біздің азаматтарымыз енді шынайы бұл ақша менікі емес деп түсініп тұр. Азаматтар өкініп тұр, сізге хабарласып тұр. Неге аудармасқа? Неге көмектеспей? Неге мен көмектеспеуім тиіс? Жарайды, аударады. Бұл да қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады азаматымыз. Неге десеңіздер, ақшаның қайнар көзі белгісіз. Пайда күнемдік өзі көрініп тұр, яғни белгілі бір пайызын қалдырып тұр, үшінші тұлғаға аударып тұр.
Бұл ретте азаматтарымызға тағы бір ескертетін жай, бұл ақшаға тиіспей тұрып, бірден банкіге хабарлау тиіс. Немесе кейбір жаңағы бағдарламаларда отклонить перевод, аударымды жаңағындай қайтадан қайнар жаңағы жіберген қабылдамау, қайтаруға болады. Бұл ақшаға тиіспей жаңағы банкіге міндетті түрде жүгіну қажет. Бұл ақша менікі емес, кімнен келді, сол азаматқа қайтаруды банк арқылы бірақ жүгіну керек. Иә, міндетті түрде. Неге десеңіздер, үшінші тұлғаға жіберетін болсаңыздар, шынайы жәбірленушіден алып, сіз алаяққа жібересіздер. Сіз де сол қылмысқа қатысушысыз. Яғни делдал ретінде, біз үшін, құқық қорғау қызметкерлері үшін, жәбірленушіден түскен ақша жаңағы күдіктіге түседі. Мүмкін сіз күдіктімен сөз байласқаныңызды дәлелдей аласыз ба? Қаншалықты дәлелдей аласыз деген секілді. Ондай да сұрақ болуы мүмкін. Тексеріп келгенде оның барлығы ертең сақталады ғой. Әрине. Сондықтан да бұл жерде қаржылық операцияларды жүзеге асырған бетте мұқият абай болу қажет, сақ болу қажет. Сізге көп рахмет, уақытыңызды арнайы бөліп келдіңіз, қаншама оқырманымыздың, өзіміздің сұрақтарымызға жауап беріп жатырсыз. Жалпы бұл өзекті. Бұл да жаңағыдай қаржылық сауаттылық, цифрлық сауаттылық деп жатырық. Осы алаяқтардың жаңа тәсілдерімен де таныстық. Иә, енді қадірлі оқырман, осы бүгін Арутокс шығарылымында сіздер жаңа конституцияда дербес деректердің қалай қорғалуы керек екендігіне жауап алдыңыздар. Одан бөлек азаматтардың жеке мәліметтерінің қауіпсіздігіне мемлекет нақты қандай кепілдік бере алады. Одан бөлек цифрландыру дәуірінде жеке өмірге қол сұқпаушылық құқығы қалай қорғалады. Жалпы конституциялық деңгейде бұл норма қаншалықты күшейтіледі деген сұраққа біршама жауап алдық деп ойлаймын. Барынша бізге сұрақ жазып, жаңағы біздің тікелей эфирімізден шығып кетпей, барынша өзінің сұрағын жазып, белсенді қатысып отырған оқырмандарымызға ризамыз, көп рахмет айтамыз. Арутокс бағдарламасында бүгін жаңа қонағымызды көріп отырсыздар, қаншама жауап алып жатырсыздар. Бейбіт Қайратұлына рахмет дейміз. Және біздің сұлу қыздарымыз. Әлия ханым, дұрыс айтасыз. Осы ретте мен айтып өткім келеді, барлығымыз енді әке-шешеміз, үлкен кісілер бар. Мен өзім жүргізем профилактикалық жұмыстарды, түсіндіру жұмыстарын, ссылканы ашпаңыз, ана кодты айтпаңыз деп әрдайым айтып отырам әке-шешеме. Олар басқа нөмірді қазір көтермейді. Сондықтан да мейлінше әке-шешемізге, үлкен кісілерге өзіміз жаңа құқық қорғау органдары жасау керек, болмаса ананың жұмысы деместен өзімізден бастайық, абай болайық, сақ болайық. Нендей нәрсе болса өзімізден бастайық дейсіз ғой, өте дұрыс. Бүгінгі шығарылымда жүргізген, яғни Арутокстың сұлуы Мақпал Асубай, Сағыныш Әбіке және Әлия Шермағамбет. Көп рахмет, достар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар.